Сәлем достар, менің бүгінгі видеом Шымкент қаласы туралы болмақ. Шымкент зың қала. Шымкент TMD елдерінің мәдени астанасы атанған қала. 2020 жыл TMD елдерінің ең мәдени астанасы Шымкент қаласы деп жарияланған болатын. Одан кейін Шымкент қаласы ерекше көрке түсті. Шымкент қаласы бұған дейін өзінің қаншама Гиннестің рекордтар кітабына кірген рекордтармен ерекшеленді. Шымкент қаласы қалай? Мінекей мына бейнедегі оюды көрсеңіз, осы Шымкент дейтін мағынаны білдіреді. Шымкент туралы өлеңдер де, аңыздар да барлығы өте көп. Шымкенттің бұрынғы атауы қателеспесем Ордабасы, одан кейін Черноевка, сол секілді болған екен. Шымкентте өте көп тағамдар бар, оның ішінде самса, және де палау, плов, яғни палау деп атап кеткен. Және де Шымкенттің өзінің диалект сөздері де бар. Мысалға, мынау жан жақта кесе десе, кәдімгі пелай, бізде пелай дейді. Бұл Өзбекстаннан пиала сөзінен алынған пелай деп айтамыз. Сонымен қатар Шымкент мегаполис, халық саны 1 миллион, Қазақстандағы 3-ші мегаполиске жатады. Шымкент. Осымен менің видеом тәмам, құрметті достар. Давайте 100-ге жақындап қаппыз. Үлкен конкурс болады. Көп рахмет.